Ассалаумағалейкум достар. Бүгін 6-шы сабақ идея және ресурстар. Менің кәсіпкерлікке қабілетім және де ниша таңдау, сала таңдау қазақшасын айтқан кезде. Сабақтың мақсаты, бұл сабақта біз өзіміздің кәсіпкерлік идеяларымызды қалай табуға және де қажетті ресурстарымызды қалай жинауға болатынымызды үйренетін боламыз. Сонымен қатар өзіміздің кәсіпкер болуға қабілеттілігімізді, қандай қабілеттерімізді жалпы кәсіпке айландыруға болады. Осы жайында талқылайтын боламыз. Бүгін не өтеміз? Жаңа идеяларды қайдан табуға болады және де керекті ресурстарды қайдан жинақтауға болады. Тақырыбымыз осының төңірегінде кез келген адамның кәсіпкер болу қабілеттілігі, білім менен қабілеттерді қайдан алуға болады. Ниша дегеніміз немесе сала дегеніміз не? Оны қалай таңдау керек, маржаны қалай есептеу керек және оның маңыздылығын талқылайтын боламыз. Мен жалпы өзімді алатын болсам, электроника саласында мен есімде сала маған адамдар арқылы келді. Көбінесе адамдарға сала деген адамдар арқылы келеді, бірінші. Және де екіншісі ол бір определенный мемлекетте немесе сол бір өзіңіздің өмір сүретін ортаңызда болып жатқан ситуацияға да байланысты болады да. Мысалы, бір мысал ретінде айтайын. Бір Қазақ Телекомда жүрдім, жұмыс жасап жүрген кезім. Сол кезде бір электроника жәнегі компьютерларды үйрену керек болды да. Өте маңызды болды. Өйткені мен құртып алдым, бұзып алдым. Маған бір сол ситуациядан шығу керек болды. Егер де мен шықпасам, мені былайша айтқанда соттайтын еді. Сол кезде бір программист баланы іздедім. Программист бала маған келіп, компьютерді көрсетіп, соны барып жөндеп беріп, үйретіп жіберді. Сол бір қатты бір қысылып, бір стрессовый ситуацияға түскенім, компьютерді маған жылдам лезде үйреніп алуға мұрша берді де. Сол мұрша берген нәрсе, сол адам арқылы, қараңыз, менде екеуі де болды. Сол ситуацияға түскенім арқылы, адам арқылы маған сала келді. Сол саланы таңдау арқылы мен Қазақстанда жаңағы Семей қаласының төңірегінде 4 дүкен аштым, розничный дүкендер. То есть өзімнің бір сол ситуация арқылы сала таңдауым керемет болды. Сол сияқты өздеріңіз де адамдар арқылы сала таңдау деген нәрсенің мәнін түсіну керексіздер. Және идеяларымыздың бір туудың бірден бір жолы ол сіздің қызығушылықтарыңыз бен қажеттіліктеріңізді қарау. Ол айналаңыздағы адамдарға жәнегі олардың проблемаларына назар аудару арқылы және де оларды шешуге тырысу арқылы сіз бәлкім өзіңіздің бір идеяңызды тауып кетуіңіз мүмкін. Мына фотограф болатын болсаңыз, адамдарға бір жақсы бір суретті түсіру арқылы деген сияқты. То есть туындаған мәселені, туындаған проблеманы шешу арқылы сіз өзіңіздің салаңызды тауып кетуіңіз мүмкін. Ресурстарды жинақтау және қаржылық мүмкіншіліктеріңізді, біліміңіз бен тәжірибеңізді бағалауыңыз керексіз. Сондай-ақ көмек ала алатын бір жеңілдік бір дер болатын болса, бәлкім бір сіздің бір ағаңыз болар, бәлкім бір достарыңыз болар, бәлкім бір ортаңыз болар. Бәлкім менің мысалы үйімде жолдасым өзіме инвестор болғанда, саланы таңдаған кезде маған ең алғашқы 50 000 теңгені сол кісі берген. Сол сияқты өзіңіздің бір кәсіпкерлік қабілетіңізді аса мән беріп қарау керексіз. Кәсіпкерлік жалпы үлкен бір идеяларды қаржыға ғана тіреп қоймай, жалпы өзіңіздің бір қаржысыз да бастауға болатын салалар бар. Ол бәлкім бір услуга болар. Сол сияқты. Сонан кейін, егер де сізде бір салаңыз табылды делге, салаңыз табылды, бәлкім сіз оған бір салуға болатын қаржыңызды таптыңыз делік. Сол кезде одан ары қарай сіз тәуекелге баруға дайын болу керексіз. Тәуекелге баруға дайын шыдамдылық және де беріктілік қажет болады сізге. Өзіңізге бір сұрақ қоюыңыз керексіз. Шын мәнінде мен бизнеске арналған адамым ба? Мен шынымен жолым кәсіпкерлік пе? Кәсіпкерлік дегенде ол бір адамның бір өмір жолы ғой. Ол жолда өте көп қиыншылықтарды көтеруге мен дайынмын ба? Мен бұл жолда жетістікке жету үшін қажетті жәнегі дағды қасиеттерім бар ма деген сияқты сіз осындай бір сұрақтарға өз-өзіңізге шынайы түрде жауап беру керексіз.
қабілеттеріңізді өзіңізден бір кәсіпке айналдыру үшін өзіңіздің бір күшті жақтарыңызды зерттеңіз. Біліміңізді, тәжірибеңізді, бәрін бір қабілеттеріңізді бір зерделеу керексіз. Бұлардың бәрін нарықтағы сұранысқа жауап беретіндей бір бизнеске айландыруға бола ма екен, соны бір саралауыңыз керек. Бәлкім сол кезде шығар сіздің бір салаңыз. Сала таңдау тақырыбына келетін болсақ, бұл сіздің бизнесіңіздегі нарықтағы белгілі бір сегменті да. Дұрыс саланы таңдау үшін нарықты зерттеуіңіз керек, өте көп зерттеуіңіз керексіз. Көп кәсіпкерлердің қателіктері 90% зерттемей жатып бастап кете береді. Көбісі просто бастап кетеді. Миларына идея келген кезде содан 90% кәсіпкерлер ұшып кетеді. Сіз осы қателікті сіз жасамауыңыз керексіз. Сол үшін саланы зерттеу өте маңызды. Маржаңызды есептеу. Маржа дегеніміз не? Ол пайда. То есть келген бағамызды, сатылатын бағамызды санау арқылы түскен пайдамызды дұрыс есептеу, бұл бизнесіміздің толықтай цифрасын, аналитикасын түсінуге алып келеді. Сіз өзіңіздің салаңызды зерттеу үшін зерттеулерді жүргізіп отырып, идеяларыңызды шағын бір аудиторияға ұсынып көруіңіз керексіз. Бұл, например, интернет желісі болатын болса, Google Trends, бәлкім Яндекс.Вордстат арқылы саланы бір тексеріп көруге болады. Егерде сіз физически адамдармен физически қызмет услуга ұсынатын болсаңыз, онда кері байланыс алуыңыз керексіз. Кері байланыс арқылы, салаңызды зерттеу арқылы, бұл адамға керек па, бұл менің ұсынысым керек па деген сұрақтарға жауап бересіз. Сол арқылы сіз өзіңіздің салаңызды табасыз. Алла тағала сіздерге берекетін берсін. Сіздерге бір үй тапсырмасы, өздеріңіздің қабілетіңізге сай келетін, өзіңіздің потенциалыңызды ашатын, өзіңіздің біліміңізге сай келетін, және дегі қаржылық қазіргі тұрған ресурстарыңызға сай келетін бір саланы таңдаңыз. Сол саланы зерттеңіз. Сұраныстарын, бәсекелестіктерін зерттеңіз. Ол шынымен қоғамға керек па? Бәлкім сіздің таңдап тұрған салаңыздың уақыты бір 3 жылдан кейін келетін шығар. Эмоцияға беріліп тұрған жоқсыз ба? Осының бәрін жүйелі түрде саралайтын болсаңыз, онда сіз жалпы өзіңіздің тестілеу арқылы салаңыздың тиімділігін бағалаңыз. Сізге Алла тағала берекетін берсін. Келесі сабақта кездескенше.